Мынаны қараңызшы, тістегі дақтарды 1 минутта ағартыңыз. Ол үшін банан қабығы керек болады. Қабықтың ішкі бөлігін алыңыз, себебі ол тістерді ағартып, сарғайтуды кетіреді. Жақсылап езіп кесеге салыңыз. Үстіге 1 шай қасық лимонның суын қосыңыз, содан соң 1 шай қасық тұз қосыңыз. Бұл ауыздағы жағымсыз иістерді жоғалтып, тіс етінің жараларын емдейді. 1 шай қасық тіс пастасымен қосып, жақсылап араластырыңыз. Ол араласпамен тістеріңізді 2 минут тазалаңыз. Нәтижесі бірінші тазалауда көрінеді. Тіркеліп сақтап алыңыз. Көктөбе Анабұлақ бұл табиғи шипалы су. Бұл су құрамындағы табиғи минералдары сіздің тіс емайлін қатайтып, кальций мен фтордың сіңуін жақсартады. Ауыз қуысының қышқылдығын қалыпқа келтіріп, жағымсыз иісті азайтады. Және тіс етін нығайтады. Күн сайын таза минералға бай суды ішіп, ағзаңызды үнемі табиғи күтім жасаңыз. Одан бөлек, өттегі тасты, бүйректегі тасты, асқазандағы жараны дәл осы бұлақтың суын ішу арқылы емдей аласыз. Қазіргі таңда қалада сатылымда бар. Төмендегі номерге хабарласып, немесе біздің профильде тұрған, чапкіде тұрған номерге WhatsApp-қа жазыңыз. Толықтай ақпарат береміз. Көктөбе Анабұлақ суын ішіп жүріңіз. Жаңа қай жерлеріңізге көмектесіп отыр? Жүрегіңізге? Давлением. Давление. Бұрын деген 180-ге дейін ағай шығып кетеді. Осыны ішкелі жақсы. Изжог болатын еді, ол кетті. Құм бар еді менде. Бүйректе. Бүйректе, иә. Постоянно ауырып құм түседі, осы уақытта сестикқа ауырдым. Осы ішкенім бәрі кетіп қалды. Осы үшін біреулер сенбейді ғой, қой сен қаяқтағы жоқ адам көрген жоқ дейді. Мен айтамын, таңертең ашқанымда ше, обедтен астың алдында ше, кешкісін жатарда ішіп аламын. Ол менің дәрім осы су болды. Дәрілерім бәрін осы сумен ішемін. Керемет.